академиялық қазақ тілі пәнінің силабусында тұрған келесі тақырып балар тезис деп аталады. Жазамыз, бүгінгі күннің тақырыбы тезис. Сіздерге тақырып таныс болды, бірақ тақырыпқа байланысты біраз мағлұмат алдыңыздар. Жоспар таныс болды, жоспарға байланысты біраз мағлұмат алдыңыздар. Бірақ мен сіздердің осы тезисті қандай жұмыстарда қолданғандарыңызды білгім келеді. Қандай жұмыстарда сіздер тезис жаздыңыздар балалар? Эсседе, дұрыс. Неге эсседе тезис жазылады? Эсседе сен өзің пікірін дәлелдейсің. Дұрыс. Пікіріңді дәлелдейсің. Яғни өзіңнің ойың болмаса эссе жазыла ма? Жазылмайды. Ал өзіңнің ойың қай жерде жинақталып беріледі? Тезисте. Ол мәтіннің қай бөлімінде болады? Басында демейміз, кіріспе бөлімінде, иә? Неге кіріспе бөлімінде болады? Дұрыс, дұрыс. Яғни ең әуел не айтқым кеп тұр деген кіріспе бөлімде болады да, негізгі бөлімде сол әрбір тезисті ары қарай таратамыз. Сонда тезис дегеніміз кімнің ойы? Автор деген кім? Дұрыс. Әрбір сол мәтінді жазып отырған адам соның автор екен. Ендеше, осы жердегі автордың негізгі ойы, жеке пікірі ол тезис деп аталады екен. Яғни біреудің пікірін қайталау емес, тек сенің ғана, өзіңнің ғана айтатын пікірің, ол сол мәтіннің тезисі деп саналады екен. Ендеше, негізгі ой жеке пікір. Мысалы, қоғамдағы үлкен мәселенің бірі білім сапасына байланысты балалар. Осы Қазақстандағы білім сапасы деген нәрсе сіздерді ойландыра ма? Сол туралы жеке пікірлеріңізді айтыңыздаршы. Қазақстандағы білім сапасы қандай десе, қандай тезис ұсынар едіңіздер егер осындай тақырып қойылса? Көңіл көнште ме? Сондай жарамсыз ба? Аха. Олар 6 айдан кейін билеттер ашып, даланы ашып. Жақсы. Тағы қандай мәселелер бар? Оқу жүйесінде. Біздің КБТУ-да бар ма? Біздің КБТУ-да шүкір ондай нәрсе жоқ. Яғни, бірақ өздерің айналаларыңа қарасаңдар, осы білім беру жүйесіндегі жемқорлық деген нәрсе бар. Жемқорлық білімге қандай пайда әкеле ме, жоқ зиян әкеле ме? Неге зиян? Ақша беріп қойып, рахаттанып демалып жүрген жақсы емес па? Дұрыс. Егер өзің оқып, өзің ізденбесең, білімді маман шықпайды. Сонда қандай тезис жасауға болады? Қазақстандағы білім сапасы дегенге. Бірінші сіз не сол тақырыпта Қазақстанның білім сапасы, жоғары білім сапасы Қазақстандағы деп алайық тақырыпта. Соған қандай тезис ұсынар едіңіздер? Осы тақырыпқа. Жоқ. Тезис. Тезис деген сенің пікірің түрінде, сөйлем түрінде айтылу керек екен. Мысалы, біз тақырыпты сөйлем түрінде құруға болмайды, жоспарды сөйлем түрінде құруға болмайды дедік, бірақ тезисті сөйлем түрінде құру керек екен. Оны қазір айтамыз. Ал сөйлеммен айтыңдаршы кәне. Артып келеді, болды. Осы пікірді сен дәлелдейсің, е? Дәлелдеуге болатын пікір ме? Дұрыс. Әртүрлі фактілерді, әртүрлі жағдайларды талдай отырып көрсетуге болады. Сонда тезис деген балалар жай ғана пікір емес екен, дәлелдеуге болатын пікір екен. Жақсы. Тағы да кім қандай тезис айтады? Қазақстандағы жоғары білім сапасы дегенге. Бауыржан артып келеді дейді, сапа артып келеді дейді. Алтынай. Тамаша. Пара беру сапалы білімнің қас жауы дейді. Өте жақсы. Бұнда дәлелдеуге бола ма? Болады. Ендеше тезис деген тағы да айтамыз, автордың негізгі ойы өзінің пікір екен. Енді мына қызартып қойғаныма қараңыздар. Ол сөйлем түрінде жазылады дейді. Бірақ қысқа жазылады екен. Үлкен сөйлемдер емес, ол тұжырымды сөйлемдер. Тұжырым деген не? Жинақталған ой, қысқа ой, негізгі ой, бірақ таратып айтуға болатын ой. Сонда тезис дегеніміз сіздің пікіріңіз, бірақ ол тұжырым түрінде, вывод дейді, кәдімгі тұжырым түрінде берілетін сөйлемдер екен.
мәтіндегі тезис саны қанша болу керек? Ол неге байланысты? Тақырыпқа байланысты, дұрыс. Тақырыпқа байланысты. Қандай тақырып алып отырмыз, соған сәйкес тезис болады екен. Бір, мысалы, мәтінді жазып шығу үшін, 1,5 бет мәтін жазу үшін қанша тезис керек? 1 тезис. 1-2 тезис дейді. Жақсы. 1 тезисті де 1,5 мәтінде жазып шығуға болады, 2 тезисті де 1,5 мәтінде жазып шығуға болады. Ол яғни біздің тақырыбымызға, көтеріп отырған проблемамызға, және ең бастысы неге байланысты екен? Жазып отырған тезисімізге байланысты. Яғни біз қандай ойды соған жинақтап тұрмыз, соған байланысты екен. Енді тезис саны ақпараттар санымен бірдей болу керек деген балалар. Қанша тезис жаздың, екіден, үштен артық 1,5 бетке ол көп болып кетеді. Онда біз абзац сайын бір нәрсе айтып отыруымыз керек болады. Және ол мүмкін де емес болады. Сондықтан біз қанша тезис бердік, сонша ақпарат мәтінде қамтылуы керек екен. Жақсы, мысалға, егер біз темекі денсаулыққа зиян десек, онда сол зиянға қатысты материалдарды қамтимыз. Екінші, темекі қалтаның қас жауы десек, екінші тезисімізге қатысты материалдарды қамтимыз. Ал енді одан ары қарай кететін болсақ, онда ол тағы да ұсақтап кетеді екен. Ендеше, тақырыпқа, жоспарға қойылатын талаптарды көрдіңіздер. Мысалы, тақырып неге сәйкес болу керек еді? Мәтіннің мазмұнына. Жоспар неге сәйкес болу керек еді? Тақырыпқа сәйкес болу керек еді. Сонда қарап отырсақ, енді үшінші келе жатқан тезисіміз тақырыпқа да, жоспарға да сәйкес болу керек екен. Бұл екі талап міндетті түрде сақталу керек. Тақырып бір жақта, жоспар бір жақта, тезис бір жақта қалмау керек екен. Енді мына неге үшінші талапқа қараңыздар, өзара логикалық байланыста. Балалар, бір тезис екінші тезиске қарама-қарсы тұрмау керек екен. Яғни бір тезис екінші тезисті ашатындай болу керек, өйткені ол неден шығып тұр? Үлкен тақырыптан шығып тұр. Сондықтан да тақырып бойынша берілетін ойларымыз бір-бірімен байланысты логикалық тұрғыдан тұтас нәрсе болып шығу керек екен. Қысқаша абзац түрінде жазылады дейді. Қысқаша абзац түрінде жазылады дейді. Бұны былай түсіндіруге болады, балалар. Міне, үлкен тақырып тұр. Тақырыптың мәтінді жазу үшін нені айтамыз бірінші? Мәселенің өзектілігін айтамыз. Содан кейін жазайын деп отырған рефератқа байланысты айтып отырмыз. Мақсатты жазамыз. Одан кейін міндетті жазамыз, е? Мақсат қанша болады жұмыста? Қанша мақсат қоямыз? Бір үлкен мақсат қоямыз. Бір мақсаттан қанша міндет шығарамыз? Кемінде? Дұрыс. 3 міндет шығарамыз. Содан кейін сол міндетке сәйкес не жазады екенбіз? Тезис жазамыз. Егер 3 міндет қойсақ, онда біз 3 тезис жазады екенбіз, балалар. 3 тезис. Өйткені сол міндетте көрсетілген нәрсенің барлығын біз жүзеге асыруымыз керек екен. Бұл үлкен реферат жұмысына байланысты айтып тұрған нәрсе. Ал енді сол 3 тезисті қанша абзацта ары қарай таратамыз негізгі бөлімде? Мынау балалар кіріспе бөлім. Енді негізгі бөлімде тезис, бір тезис қанша абзацқа барады? Қалай ойлайсыңдар? 2-1-2 абзацта бар. Бір абзац па? Рефератта. 4 беттік жұмыста. 3-4 абзац. Бір тезис, дұрыс, 3 немесе 4 абзацта ашылады екен. Екінші тезис, тағы да сондай 3-4 абзацта. Сонда негізгі бөлімдегі айтатын мәселенің барлығы бір-бірімен байланысып, бір-бірімен сабақтасып, және тезиске сәйкес болуы керек екен. Себебі не? Себебі, мынаны қараңыздар, ана абзац түрінде дегеннен. Мақсат пен міндет бір абзацқа кетеді, өзектілік бірінші абзац, мына екеуі екінші абзац, ал тезис жаңа 3 тезистің жеке бір абзац түрінде жазылып тұрады екен. Өйткені олардың арасындағы байланыс не істейді? Бір-бірімен сабақтасып тұру керек екен. Мысалы, біріншіден мынау, екіншіден мынау, үшіншіден мынау деген сияқты тезис. Сол ары қарай негізгі бөлімде аталады екен. Енді мынаған қараңыздар, жоспарда тақырып болғаннан кейін мәселенің тек аты жазылады. Мысалы, кім? Қаныш Сәтбаев.
Қаныш Сәтбаев геолог ғалым дейтін болсақ, онда сол геолог ғалым екенін тезисте ары қарай таратамыз. Ол жай ғана геолог ғалым демейміз еді. Қаныш Сәтбаев ұлттық геология ғылымының іргетасын қалады. Міне бұл тезис. Біз соны ары қарай ашуымыз керек екен. Сонда мынау мәселе міне. Егер жоспарда ат аталса, тезисте оның шешімі шығады дейді. Сұрақ бар ма осы слайд бойынша? Қандай керемет менің білгіш балаларым. Міне сонда тезисті жазу талаптары балалар. Неге сәйкес болу керек? Тақырыпқа, жоспарға сәйкес болу керек, яғни бірінен бір туу керек. Ал ой жүйесі, мақсат, міндет олардан келіп тезис шығуы керек екен. Енді тезистер балалар бір-бірімен байланысты болу үшін олардың арасында логикалық байланысты не арқылы көрсетеміз? Міне, біріншіден, екіншіден деген, немесе бір мәселе және оған қарама-қарсы қойылатын мәселе, немесе дәл осы уақыттағы өзекті мәселелер, соларды айтып отырсақ, біз не шығарамыз? Тезис шығарады екенбіз. Яғни мынау сөз орамдары сіздерге ұсынылатын. Енді тезис жаңа ықшам болу керек дедік, қысқа болу керек дедік. Ол сөйлем, бірақ қысқа нұсқа болу керек дедік. Ендеше ол қысқа нұсқа болу үшін тезисте не болмау керек? Қараңыздар, мысалдар. Например, деп ол жерде отырмайды екенбіз, ол жерде тек қана пікір айтамыз. Дәйек сөз деген не? Цитата, дұрыс. Яғни біреудің цитатасы тезис болмайды, себеп? Дұрыс, ол автордың өзінің ойы болу керек. Тамаша. Салыстыруларды жасауға болмайды дейді, дұрыс па? Яғни ана мен мынаны салыстырып отыруға болмайды екен. Сипаттауға болмайды дейді. Сипаттау деген не, Жәмила? Описание, дұрыс. Яғни бір нәрсені жан-жағынан біресе анаусын, біресе мынаусын айтып сипаттауға болмайды. Риторикалық сұрақтар қоюға болмайды дейді. Неге? Риторикалық сұрақ деген не? Оған жауап қажет етпейтін сұрақтар, ондай нәрсемен тезисті алдарқатуға болмайды дейді. Фразеологизмдерді беруге болмайды дейді. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келе жатыр деп айтуға болмайды екен. Не деп айту керек екен? Болады бара. Яғни фразеологизммен емес, тезис барынша нақты болу үшін қысқа сөйлемдермен беріледі екен. Сосын өлең жолдары қолданылмайды дейді. Өлең жолдары қолданылмайды. Неге өлең жолдары қолданылмайды, балалар? Өлең жолдары басқа автордың. Өте жақсы. Ол басқа автордың ойы болғандықтан. Тағы да. Егер ол өзімнің өлеңім болса ше? Ықшам болмайды. Өлең жолы болу үшін ол бір ойды айтқан кезде қанша шумаққа сыйғызу мүмкін? Ол бір ойды бір шумаққа да, бір ойды үш шумақта да айтуы мүмкін. Сондықтан оның көлемі қандай? Өте үлкен. Сондықтан тезис ықшам болу үшін осы нәрселер қолданылмайды. Кәне жазып аламыз. Мысал қолдануға болмайды, дәйек сөз қолдануға болмайды, фразеологизм қолдануға болмайды, және өлең жолдарын қолдануға болмайды дейді. Болады. Тезисті мүмкіндігінше сұрақпен жазбау керек. Неге? Өйткені сұрақ ол бір жауапты қажет ететін нәрсе. Ал тезис сенің пікірің, сенің идеяң, сенің ойың. Ойды мысалға сен Қазақстанда жемқорлықты жоюға бола ма десең, ол сенің пікірің емес, ол сенің сұрағың болып шығады. Ал тезис сенің пікірің болу үшін Қазақстандағы жемқорлықты жоюға қажетті алғышарттар бар десең, онда ол сенің тезисің болады. Сондықтан сұрау сөйлеммен беруге болмайды екен. Жазып алдық па? Жақсы. Ал енді студенттердің жүрегін қозғап жүрген қандай өзекті мәселе бар қоғамда, соған бір тезис шығарып көрейік. Сендер толғандырып жүрген не мәселелер бар? Алатынан пәтердің бағасы өсу. Өте жақсы. Яғни студенттердің жатын орны туралы мәселе, КВТ-да ондай мәселе бар ма? Бар. Неге? Жатақхана аз, жақсы. Ал онда жатақхана деген, студенттерді жатақханамен қамту мәселесі деген. Алматыда студенттерді жатақханамен қамту мәселесі деген тақырып бар. Осын қандай тез айтар едіңдер? Қандай тез беруге болады? Ойланыңыздар, ойлану уақыт бар. Мен айттым, бітті, дайын жауаптар берілуі міндетті емес. Жатақхана мәселесі, Алматыдағы мәселе.
Өздеріңнің мәселелерін қандай физ ұсынар едіңдер? Жаңа жатақханалар салынып жатыр. Ол ақпарат. Жаңа жатақханалар салынып жатыр деген ол ақпарат. Студенттер саны көбейіп, жатақхана жатыр, азаятын бар. Ол да ақпарат. Ол да ақпарат. Жылда студенттерге бос орын жетпейді. Ол да ақпарат, хабарлама. Оны жетпейтін бәрі біледі. Тұжырамыз балалар, тұжырым жасап айтамыз. Алматыда студенттерге жатақхана беру мәселесі ең өзекті немесе ең күрделі мәселе. Дәлелдеуге бола ма? Қалай дәлелдейміз? Дұрыс. Статистикаларды келтіреміз. Сөйтіп, сол келтірген статистикаларымыз арқылы біз осының үлкен көкейкесті мәселе екенін дәлелдеп шығамыз. Мысалға, осы өзіміздің тобымызда 10 бала сырттан келді, оның 5-еуінде жатақхана бар, 5-еуінде жатақхана жоқ. Статистика деген осы балалар. Ол бір күрделі нәрсе емес, шындықтан алынатын есеп қисап мәселелері. Сұрақ бар ма тезис бойынша? Онда біз осы практикалық жұмысқа көшеміз, кітаптарды ашамыз. Жақсы.